Атырау облысындағы шулы қылмыстық іс бойынша күдікті деп танылған Сұлтан Сәрсемәлиев пен жоғалған Наурыз Мұханғалиевтің телефон сигналдары мен жүріп өткен жолдары туралы жақындары тың ақпарат айтты. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Қазақ Айран басылымының тілшісі Айдана Мейрамбайқызы Жангелдин ауылына барып, жоғалған отбасының жақындарымен кездесіп қайтқан. Қапыда қаза болған Мақсат Қарабалиннің інісі Шалқар Мұханғалиев күдікті күйеу баласымен із-түзсіз жоғалған інісінің барған жолдары туралы құзырлы органдардан алған мәліметті бөлісті. Бізге айтылған ақпарат бойынша Сұлтан сол екісі барды. Бесі кейін кетті деді ғой. Сол уақытта Наурыздың телефоны бірге болған күйеу баланың қасында. Ауылға барған, кейін Атырауға бірге келген. Мейрамгүлді анық алып келген Атырауға. Олар мұнайшыда болған. Қазір ол үйді тексеріп жатыр, тінтіп жатыр. Кейін Махамбетке барған. Махамбеттен кейін Түркияға барып келген. Сол жерде 10 күн болған Сұлтанның өзі. Сосын қайтып келген. Түркиядан кейін Ақбаянды алып Ақтауға барған. Ақтаудан Шымкентке барған пойызбен. Сол арқылы шекарадан Ташкентке өткен. Ташкенттен тіке Куала-Лумпурға 7 сағат ұшқан. Қазіргі уақытта сол жақтағы туристік бір қаланы айтады. Сол қалада жүр деген мағлұмат бар. Сұхбат барысында Самиғолла Сәрсемәліұлы ұлына қатысты айтылып жатқан айыптаулар мен қоғамдағы теріс пікірлерге наразылығын білдірді. Әкесінің пайымдауынша әлеуметтік желілерде Сұлтанды кінәлі етіп көрсетуге тырысатын түрлі жорамалдар шектен тыс көбейіп кеткен. Балам мен келінімді шекарадан өтіп кеткен деді. Оны емге алып барам деп жүрді. Мүмкін емге алып кеткен болар. Ташкент пе, қайдан білейін. Алысқа алып кетуге ақша керек. Тіл білу керек шетелге шығу үшін. Ауылда жүрген баланың елдің айтып жүрген жағына кетіп қалды дегенді білмеймін. Сенбеймін. Әрі кетсе Ташкентке баруы керек. Бұрын ішіндегі баласын босанғаннан кейін Ақбаянды Сұлтан екеуі Түркияға емге апарып келді ғой, деді әкесі. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда ең алдымен ойға келетіні істің тым күрделі болып кеткені. Телефон сигналдары, жүрген жолдары, әр қала, әр мемлекет аталады. Қарапайым адам үшін мұның бәрі түсініксіз әрі қорқынышты болуы мүмкін. Жақындарының айтқаны да бір-біріне қайшы емес, бірақ нақты дәлел емес. Бірі осылай болды дейді, бірі мен бұған сенбеймін дейді. Әр атана баласын қорғайтыны анық, ол табиғи нәрсе. Сол себепті әкенің сөзі де түсінікті, ал марқұмдардың туыстарының күдігі де орынды. Әрине, бұндай жағдайда ең маңыздысы эмоциямен емес, ақылмен әрекет ету деп ойлаймын. Әлеуметтік желіде айтылған әр дерек шындық бола бермейді. Ал қауесет жағдайды одан әрі ушықтырады. Қазір қоғамға сабыр керек. Барлық нақты жауапты тек тергеу ғана береді. Кінәлі болса жазасын алуы тиіс. Ал кінәсіз адам болса аты ақталуы керек. Ең бастысы шындық ашылып, марқұмдардың рухы тыныштық тапса екен.